Президент тапсырмасымен 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялануы еліміздің еңбек нарығындағы өткір мәселелерді жүйелі түрде шешуге бағытталған ауқымды бастамаларға жол ашатын. Жастардың техникалық және өндірістік салаға бет бұруын арттыру, жұмыссыздықты төмендету және еңбекке адал көзқарасты қалыптастыру осы бастаманың басты мақсаттарының бірі. Түркістан облысында бұл бағытта қыруар жұмыс атқарылып, нақты көрсеткіштер мен нәтижелерге қол жеткізілуде. Түркістан облысында бұл бағытта қыруар жұмыс атқарылып, нақты көрсеткіштер мен нәтижелерге қол жеткізілуде. Жұмыс беруші мен жұмыс іздеуші арасындағы байланысты күшейту үшін еңбек кезет электронды еңбек биржасы белсенді қолданылып келеді. Түркістан облысы бойынша 2178 бос жұмыс орны тіркелсе, соның 47% жұмысшы мамандықтарына тиесілі. Онлайн оқыту арқылы 5333 адам қайта даярланып, сертификат алған. 2025 жылы өңірлік жұмыс орындарын құру картасы аясында 170.769 жұмыс орнын ашу көзделсе, қыркүйекке дейін 100.807 жұмыс орны ашылып, соның 32.473 жұмысшы мамандықтарына тиесілі. Жұмыс орындарын көбейту шетелдік инвесторлар тартқан өндірістерге отандық мамандарды даярлау, жұмыстарды кәсіптік біліммен қамту сияқты өзекті мәселелер күн тәртібінде тұр. Жалпы әр 90 сайын бағалайтын индикатор енгіздіргенбіз аймай. Соның ішінде мен айтқам жетіспейтін нәрсенің бәрін енгіздіріңіз. Сол кезде сіз жалпы 25-79 сізге бекітілді ма, сіз әр ауданға шашып беру керек едіңіз. Осындай сен жасайсың әр басқармаға. Содан рейтингін шығару керек едіңіздер. Мен түсінбеймін, енді барлық нәрсені шұқылап мен айту керекпін ба? Мен бұл жерде нақты нәтижесін, міне тапсырма бар, осынша студенттеріміз бар, бітірген. Осындай жұмыс. Жұмысшы мамандықтарының беделін арттыру тек экономикалық емес, стратегиялық маңызы бар мәселе. Жастарды нақты өндіріске, заманауи зауыт-фабрикаларға тарту арқылы біз өңірдің тұрақты дамуы мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеміз. Мемлекет басшысының жариялаған жұмысшы мамандықтар жылы бұл еңбек адамны құрметпен қолдау, халқы тығыз орналасқан біздің өңіріміз үшін аса маңызды. Түркістан облысында 64 бағыт бойынша 138 шара жоспарланып, бүгінгі таңда 99-ы орындалды. Және де орындалған тапсырмалар Битрикс ақпараттық жүйесіне енгізілді. Жұмысшы мамандықтардың беделін арттыру және еңбек адамның рөлін насихаттау бағытында салалық басқармалар өз жоспарларын бекіткен. Атаулы жылдың жариялануына орай колледждерді және мамандарды даярлау жұмысын трансформациялау үшін бірқатар жұмыстар жоспарланған болатын. Атап айтқанда, колледждердің кәсіпорындармен ынтымақтастығын орнату, жаңа мамандықтарды ашу, колледждерді интернационализациялау және колледждердегі мамандықтарды ірі бизнестің қамқорлығын күшейту, IT мамандарын даярлайтын колледждер базасында IT орталықтарды ашу, цифрлық білім беру платформаларын дамыту. Осы бағыттарды жұмыстардың орындалуын баяндайтын болсам, өңіріміздегі 50 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 84 мамандықпен 47.450 студент білім алуда. Жаңа оқу жылына 15.500 грант орналастырылды. Оның ішінде жұмысшы мамандықтарға 8.880 грантқа студенттер қабылданды. Жұмысшы мамандықтар жылы аясында тапшы жұмысшы мамандықтардың тізімі анықталып, жалпы 6 мамандыққа лицензия алынды. Барлық іс-шара есеп үшін емес, нақты нәтиже беретін сапалы көрсеткішпен адам тағдыры үшін жасалу қажет. Зауыттар мен фабрикалар ашылып жатыр, бірақ шетел инвесторлары әлі де маман таппай сырттан шақыруға мәжбүр. Бұл мәселені шешу үшін жастарды өндірістік орындарға апарып, нақты еңбекпен таныстыру қажет. Жұмысшы болу бұл ауыр жұмыс емес, абыройлы міндет.